Assalamu alaikum Sultan KC kanalının kattaloочулары жана көрүүчүлөр. Көрүүчүлөр сиздерге оптом бадагы машиналар арзан. Машиналар технический состояниялары жакшы. На выбор келип машиналар тандап кетесиздер. Биринчи баштаганда эле туугандар мына 2019 Solaris 1.6 объем автомат плюс газ дагы бар экен туугандар. 2019 1.6 газ. Бунун баасын айтайынбы? Бунун баасы туугандар. Мен азыр видеого чыгарып атканда машиналарды ценасын 5 торг окончательный ценасы менен чыгарып атам туугандар. Ошондой кылып чечейин деп чечтим. Каналга подписаться кнопкасын басып, видеону максимально түрдө бөлүшүп коюңуздарчы ушул видеолордучу. Баасы туугандар 600 миң. 600 миңге 2019 1.6 Solaris береби? Жок. Муну бир аз болсо да көргөзүп берейин. Плюсүңөрүңүз. Документтери таза. Машиналардын бар жогу туугандар сразу переоформление менен. Сразу переоформление менен сатылат туугандар. Ушул комплектациясы деле жакшы туугандар. Комплектациясы жакшы. Панель приборада эч кандай ошибка жок. Мынакей пробеги 422 миң. 4 тең электростеклоподъемники. Чехолдору кийилген. Бул жактарын билесиздер. Газ ПТС отмечен, а? Ага. ПТС отмечен газ? Оформление кылып атканда газды отметка кылып аткансыздар туугандар. Мотор жакты да бир көргөзөйүн ушунучу. Окей. Газ көрдүңүздөр. ПТС отметка кылып алсаар болду. Кийинки машинабыз туугандар, мына Toyota Ixion дедиңизби? Toyota Sienta. 7 месталык экен туугандар. Мына Москвадагы биздин семьясы чоңдорго өтө жакшы машиналардын бири десем жаңылышпайм туугандар. Ушуну деле байкасаңыздар болот. Азыр мына түн жарым болгонго машиналарды мындай караңгыда тапканга туура келип жатат. Бунун баасы токотор жери канча дедик? 550'ten biraz түшпөрбөйлү ушуга? Жок, интернетте первый цена 750'den 700'den баштанат. Бу немелери, ДТП'лары, краска жерлери кандай? Машина состояниясы вообще жакшы. Автозапчык да барбы? Авто батарейка салып коюш керек. Бир автозапчык бар. Ооба бар. Туугандар, 7 месталык. Парыздан бери. 7 месталык. Мына дарбызды кошуп берет экен туугандар. 7 месталык минивэн туугандар. Биздин некендештерге Москвада минип койсоңуздар болот туугандар. Машинанын состояниясы полностью идеал деп жатат туугандар. Аккумулятор отуруп калыптыр. 550 миңге ушул машинаны көрсөңүздөр болот экен туугандар. Авитодо начальный ценасы 750 миңден дейт. Начальный цена 750 миң дейт ушул машинанынчы. Байкайсыздар. Toyota'ны билесиздер эми. Мындай карасаңыздар сонун болуп турат машиначы. Кийинки машинабыз GX би? GX. Жылы? 2004. 2004. Бунун кузов полный родной дедиңиз, а? Ооба, ана без ДТП. Без ДТП. Крашеный деталь барбы жокпу? Ана вторичка есть. Вторичка 1-2 деталында бар, а? Ооба. Полный бетон тонировка болгон туугандар. Но GX-ди дагы байкап койсоңуздар болот. Ана максимальный комплектация. Максимальный комплектация экен туугандар. Канча дедик мунун баасын? 1.500.000. Окончательно. Түшпөй садан башы. 1.500.000 миң дейт туугандар. Авитодо булардын ценалары канча турат? Бир комментарий жазыңыздарчы ушунун Авитодо ценалары кандай турат? V8 GX 47 туугандар. Комплектациясы полный экен. Такие электрический плавающий сиденья. Короче, бул жагы электрический монитор. В общем, машинанын состояниясы полностью идеал дейт туугандар. Идеал машина дейт. В общем, байкайсыздар. Оптум машиналар туугандар. Мына Kia Rio дагы кетеби? Ооба, Kia Rio 5-го года. 2005-жылга боло. Автомат 1.4. Акчасы? 350 миң. Шуну жакындаштырың. Жакындаштырың. 330 миң. 330 миң экен туугандар. Дагы келипчи сүйлөшсөңүздөр 300 миңге деле берет ушун. Доставкага маза кылып минип коесуңар туугандар. 330 миңге Kia Rio 2005-жылкы автомат 1.4 дедиби, 1.6 дедиби?
Автомат екен туғандар. 1.4 автомат. 330 мың баға қойды. 300 мыңға береді шуны. Кейінгі машинабыз, Мол Солярис. Мол Солярис қанша? 2017 520 мың 1.4. Автомат, а? Автомат. 2017 туғандар 1.4 екен. 520 мың дейді Solaris'te. Тағы келсеңіздер түшіп береді. Сеналарын өзі край-крайлы айтып отады. Бирок түшіп береді. Мына қараңыздар. Машиналарды полный сразу с переоформления менен туғандар. Машиналарды аласыздар, оформление қыласыздар. Жаз бұл мына fit пе өзі? Жаз, а? Жаз 2012 автомат. 1.3 бар жоқ родной краска о. Туғандар, бұл жазды байқайсыздар. Қырғызстанға деле минип кетсеңіздер болады шунучу. 2012 1.3 автомат туғандар. 1.3 автомат. Бұның бағасы 750 мың дейді. Қандай болды? Ушуға да бір комментарий бергілечі. Бағасы қандай болды екен? Мұналча? Это продал. Это Honda Jazz первый сена 840 мыңнан баштанат. Мұнауның сенасы, жаздың сенасы туғандар. Авитода 840 мыңнан башталады. 750 мың баға қойды. Полный краскасы родной екен туғандар. Мұнал Gentra. Ова, Gentra 2015 механика. 2015 Gentra механика туғандар. 350 мың. Окончательно аса. Бұнда байқайсыздар, Қырғызстанға минип кетіп қалсаңыздар. Мотор, коробка, ходовка, фаши жоқ. Уқтыңыздар туғандар, мотор, коробка полностью идеал дейді туғандар. Машинаның келесіздер, байқайсыздар, мұны үші Қырғызстанға апарсаңыздар нормальный пулға кете өтейін да. Bir баға беріңіздер шуға. Шуға да bir баға беріңіздер. Gentra'ны біздің туғандар жақсы көреді. 2020 Kia Rio 1.6 автомат. Бағасы? Бағасы 830 мың, лицензия, страховка бар, ішке тайыр. Целый поехал. Страховка да бар? Bir жылға. Туғандар 2020 1.6 автомат. Газ, отметка. Газдағы бар, отметка. Отметкасы менен. 800 қанша дедік? 830 мың, выкупка 1.350 мың. Мынаны байқаңыздаршы. Ішке даяр машина 2020 полный готовый екен туғандар. Аластар, отырастар екен. Наличкаға 800 бі? 830. Наличкаға 800-ге береді шуны. 800-ге береді шуны. Чаластар. 2020 1.6 автомат. Выкупкадағы болады екен туғандар. Выкуптың условиясы 1 миллион 350 мың деді. Первоначальный взнос қанша? 200 мың. Первоначальный взнос 200 мың. Если вдруг 100 мың, 150 мың болып қалса, келсеңіздер, аңында сүйлөшсеңіздер болады туғандар. Эшіктері жабылы болған үшін азыр кішіне мындай эле тартып тұра эле туғандар. Келгенде по факту да көресіздер. Бұлча? 2019 1.4 автомат. Автомат ақшасы так как сені нигде нету 530. 2019 1.4 автомат туғандар. 530 мың бағасы. Мына қарағыла. 530 мыңға өте ниже рынка дей эле аластар. Бұл оформление қылаш керек бе жа минут тұрса болобу? Минут тұрса да болады, оформление қылса да болады. Минут тұрсаңыздар да болады екен, оформление қылсаңыздар да болады екен. Страховка барбы? Бар. Страховкасы бар, лицензиясы бар туғанда ішке даяр екен. Тар салғыла да үшін оның үшін жаңы жылға чейин өзін ақтатып тұрыпчы. Жаңы жылға бір 10 күн қалғанда сатып үртіп Қырғызстанға кетіп қалуға. 530 мыңға туғандар. 2019 1.4 автомат. Оптиматчы? 2019 2 литр. Подводку и саналичка тоже. Наличка басы қанша? 930 мың. Жақындаштырың окончательно алың. 900 беру. Ана, туғандар 900 мыңға өзі сүйлөшіп қойдым оптиманынша. Дағы сүйлөшөсүздөр, келесіздер. Бұның ДТП арқыбеттілері қандай? ДТП-сі бар, япырады, частышы. Серьезный ДТП жоқ. Алдар қасып тұр. Мындай мелкий ДТП болған. Енді таксиде жүрген машиналарды білесіздер туғандар. В любом случае, эми 100-дөн бир 70-80% ДТП болады. Мына ол оптиманы 900 мыңға шытырға берем дейді.
Bu kuptun условиясы-chi? Bu kup qancha? 1.500.000, 200.000 bersa qolganini 12 ga qo'yadi. Uqdingizlar tug'anlar 1.500.000 ga bu kupga 200.000 beretkensizlar. Meni ko'tarayotgansizlar. Bu kupga 1.500.000 tug'anlar. Bu kupni kichkina azaytmayli. Shu подписчикlarga. Ушуну bir aytingchi. Bu kupni ушунчага берем deyinchi. 200 bo'lsa 400 qilib beradi. Ana tug'anlar, уже 100.000 tushirib qo'ydim sizlargacha. 1.400.000 ga под bu kup 200.000 shir bersangizlar, agarda 100.000 bersangizlar, anda buyog'i 1,5 million bo'lib qoladi ekan tug'anlar. В общем, nomerini описаниеda qoldiram. Chalasizlar. Bu yerda mashina ko'p. O, sanatachi. Sana satıldı. Narxida sotildi. Onun arkasında sotildi. Oğlum. Uşularla qoldi. Aa, oşu maşallah. Tug'anlar, esli aqchangizlar bo'lsa, kelib turibchi. Mana aytilgan senadandagıcha bir 4-5 mashina bo'lsa, bir olib ketsa, da'vo tushib berasizmi? Ana, uqdingizlar. Qarama turing. Uqdingizlar tug'anlarim aka. Men qo'ldan kelishincha mana mashinalarni topib berdim. Endi har bir mashinani bunday chiqarib kirgizib tatganga o'ta uzoq bo'lib qoldi. Tug'anlar, video ita uzoq bo'ldi-da, 10 minutga oshib ketdi o'xshaydi. Biroq, o senaryo men o'ylayman, aябай жақсы қойылды деп ойлаймын да. Мына адres көргөз қойгон кел. Микрорайон Первого мая 4-31. Кишилерге келе бересиздер, номерге чаласыздар. Номерде чалып туруп эле мен машина көргөнүм келдим десеңиздер, сиздерге бой машинаны көргөзүп, келиштирип келиштирип берет. Каналга подписаться кнопкасын басып, лайкты басып, комментарийларды жадырып бериңиздер. Ушул сиздер канчалык комментарий көп жазып, лайкты бассаңыздар, биздин мекендештер видеолорду көбүрөөк көрөт да. Так что бекер нерсени аябастан лайкты басып, комментарий бир жазыңыздарчы. Ушу баалары кандай болду? Эркекче баа болду десем жаңылышпайм. Барыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум. Машинаны алып атканда баарын жакшылап текшерип туруп, анан алыңыздар. Ассаламу алейкум.